Марко Поло. Лигурия теңізінің жағалауында Генуя қаласындағы көне сарайлардың бірі орналасқан. Ол 1260 жылы салынған. Бұл ғимаратқа құрылыс материалдары Константинопольден жеткізілген. Константинопольде Венеция елшілігі қиратылған болатын. Бұзылған үйдің материалдары рәсуа болмау үшін Генуа билігінің өтінішімен осында тасымалданған. Біраз уақыт бұл ғимарат түрме және ең танымал Марко Поло қапасы болды. Кәдімгі түрме, ешқандай ерекшелігі жоқ. Ауасы тар, ішінде адам айналып та жүре алмайды. Тамақтары сұйық және көңіліңді аулайтын ештеңе жоқ. Ол ермек үшін өз секілді темір торға тоғытылған жанға басынан кешкен оқиғаларды талай адамдармен кездескен туралы әңгімелеп берді. Ол өзі көрген қызықтары, естіген шындықтары ақ қағаздың бетіне түспесе, өзге адамдар бұл жайлы ештеңе естімесе, білмесе, бәрінің зая кеткені болар деп күйзелді. Содан 1298 жылы Генуяның тар қапасында отырып, бас бостандығынан айырылған Рустикан Пизанскийді өзімен бірге осы әңгіменің бәрін жазуға мәжбүрлейді. Бірінші тарау. Ағайынды Поло. Мен де гондольер болып жұмыс істеймін. Төменгі жағы күңгірт, жоғарғы жағы алаба жақ келген. Сол қолымен жалғыз ғана ескекті басқарса, оң қолымен үй қабырғаларынан кейін қарай серпін алып, қайықты тар көшенің бойымен сенімді басқарады. Біздің гондольердің есімі Марко, дәл Марко Поло секілді. Оның айтуынша бұл ең көп таралған әрі классикалық есім. Бұл жерде Марко Поло жайлы әрбір гондольер ғана емес, әрбір венециандық егжей-тегжейлі айтып беріледі. Егер жіті білмесе, ойдан да құрастырады. Венециандық болу үлкен мақтаныш. Венециандық Марко 20 ғасырдың ортасында дүниеге келген. Басқа танымал венециандық 10 ғасырдың ортасында туған. Судың ортасында тұрған мемлекет пен жазық дала екеуі бір-біріне керағар екі дүние секілді. Бірақ арада байланыс бар. 9 ғасырдан бері Венеция шығыс пен батыстың арасындағы дәнекер іспеттес. Венециандықтар шығыста батыс өркениеттің бастаушысы болды. Әрі олар шығыс империясымен қалай сөйлесуді білді. Және шығыстағылардың мінезін өзгелерге қарағанда жақсы түсінді. 1300 жылы Венеция екі әлемнің тоғысында мемлекет ретінде, республика ретінде қалыптасты. Оның сол кездегі дәулеті арта түсті. Сауданы қыздыратын жаңа нарық және игерілмеген пайда. Жібек, бағалы тастар және тәттілер қанша ғасырдан бері Азиядан жеткізілетін сондай ең сұранысқа ие тауарлар. Саудагерлер Никола мен Мафео Поло түрлі дәмдеуіштермен, зергерлік бұйымдар саудасымен айналысты. Қазақстанның сары даласын Марконың әкесі мен көкесі 3 рет кесіп өткен. Олар саяхатқа шамамен 1260 жылы аттанды. Бірақ мынаны ескеру керек, барлық мәлімет нақты емес, бір ғана дерек бар, ол Марко Поло. Сөйтіп олар Барақ ханның алдына барған. Барақ Николай мен Матвейді қошеметпен қарсы алады. Олардың келгеніне қуанып қалады. Ал ағайындылар өздерімен бірге алып келген барлық бағалы тастарын ханға береді. Бұл тастар қатты ұнағандықтан Барақ ризашылықпен қабылдайды. Барақ осы тастар үшін ақшаны 2 есе артық төлеткізеді. Тарихқа кішкене шегініс жасасақ, Шыңғыс хан жаулап алған жерлерін ұлдарына бөліп берген. Әрқайсының өз ұлысы болды. Хорезм, Батыс Сібір және Қыпшақ даласы үлкен ұлы Жошыға бұйырды. Оның баласы Бату жерге ие болып қалып, оның аумағын кеңейтті. Венециялық саудагерлер жолға шыққанда Алтын Орда мен Жошы ұлысының жоғарғы билеушісі, оның үлкен баласы Батыйдың бауыры және Бейбарыс сұлтанның одақтасы Берке болатын. Үлкен сары түсті алтын шатыр болатын, оның ішіне 1000 адамға дейін сыйып кететін. Қытайдың алтын жібегінен жасалған салтанатты шатыр мен патшаның алтын шатырының аталуы бойынша мемлекет Алтын Орда деп аталды. Бірақ орда тұрғындары татарлар өздерін Алтын Орда тұрғындарымыз деп атаған жоқ. Алтын Орда ұлы Моңғол империясының іргесін аулақ ұстап тәуелсіз бола бастады. Берке оқымыстыларға қамқор болып сауданы жандандырды, шаһарлар тұрғызды, мешіттер салғызды. Ол Шыңғыс тұқымынан шыққан тұңғыш мұсылман болды. Осы уақытқа дейін Алтын Орда жабайы көшпелілердің мемлекеті. Олардың ешқандай қалалары, жеке мәдениеті болмаған деп саналатын келген еді.
Көшпелілер мәдениетті отырықшы халықтарды тонаған. Жалпы олардың қанын ішті, дүние мүлкін тартып алды. Еркектерінің құл еті деп насихатталып еді. Шын мәнінде бұлай болмаған. Не совсем, а во многом не так. Ағайынды саудагерлер Берке ханның жерінде бір жылдай тұрады. Олар туған жеріне қайтуға енді жеңіла бастағанда Алтын Орда мен Моңғол билеушісі Хулагу ханның ұрпақтары арасында соғыс өрті тұтанады. Сондықтан саудагерлерге Қытайға Моңғолдың ең жоғарғы билеушісі Құбылайға баруға тура келеді. Олар отанына тек 1269 жылы оралады. Қос саудагер келген бетте елші секілді Рим папасына достық пен ынтымақтастық орнату жайында ұсыныс жасалған маңызды хатты тапсырады. Хан жазған өтінішінде мемлекетімнің әлеуетін арттыру үшін маған жүздеген оқымысты мен суретшіні жөнелтіңіз деп сұраған. Екінші тарау. Артта қалған жол. Ватиканның жауап хатын және Құбылай ханға Рим папасының жөнелткен сый сияпатын 2 жыл күтті. Кейін 1271 жылы тағы да ұзақ жолға аттанады. Жолаушыларға оқымыстылар мен суретшілер ілескен жоқ. Есесіне бұл жолы 3 саудагер сапарға шықты. Генуя Марко Поло ол кезде 17 жасқа толған еді. Оны өздерімен бірге ала кетеді. Олар жолдың нашарлығынан нөсер жауы мен үлкен өзендердің кесірінен 3,5 жылда ел кезді. Оның үстіне олар қысты күні жаздағыдай жүре алмады. Осылайша Николаның ұлы Марконың ең әйгілі жиһан кезуі басталады. Бұл сапар ширек ғасырға созылады. Саяхаттың нақты бағыты белгісіз. Шамамен 3 саудагер 1,5 жылдан кейін бүгінгі Қазақстанның аумағына жеткен секілді. 13 ғасырдың соңында Венециялық Никола мен Марко Поло Қытайға бару үшін батыс Қазақстан аумағын кесіп өтеді. Қыста шөп, мал үшін жайылым табылатын жерлерде, ал жаз мезгілінде салқындау келген тау етегінде, жазық талада суы мол көгалдай аймақта тұрды. Олардың үйлері ағаштан тұрғызылған, үстін, сыртын жіппен тартып тастаған. Үйдің пішіні дөңгелек келген. Оны үнемі өздерімен бірге алып жүреді. Бұзып, қайта тұрғызуға оңай, тасымалдауға жеңіл. Ұшы ғиры жоқ даламен түйелер тізбектелген керуенмен жүрген жақсы. Солай істетті. Онсыз да жиһан кездерге ешкім тиіспейтін. Қолында ханның қағазы алтын кесте болды. Осы қағазды көрсеткен адамға далада әрқашан жол ашық болды. Түнде жатар орын, көлік, күзет табылды дегендей. Самарқандтан Сырдария алқабы арқылы Отырарға дейін бұл дәуірде орта ғасырлық шаһар қайтадан тұрғызылып гүлденіп жатқан еді. 13 ғасырдың ортасына таман Отырар қайтадан көркейді. Шығысқа кең танылған ірі шаһарға айналды. Сонымен қатар бұл жерде мәнеттер шығарылды. Ірі ақша сарайы жұмыс істеді. Осында соғылған мәнеттер Отырар Фарап аймағын ғана емес, солтүстік орталық Азия аймағында қамтамасыз етті. Көптеген көне ақша көмбелерден табылып жатыр. Олар 3 номиналмен мыс, күміс және алтыннан соғылды. Ірі сауда қаласы. Бірақ онда дуалдан биік қорған тұрғызылмады. Алтын Ордалық елді мекендерден бір айырмашылығы, олар ештеңеден сақтандырылмады. Әскердің кіруіне кедергі келтіретін биік дуалмен қақпа салуға рұқсат берілмеді. Осы күйінде халық өздерін жайлы сезінеді және наразылығын білдірмейді деп жазды Марко Поло. Ешкімнен қорықпады, өйткені мемлекет мықты әлеуетті болатын. Қорған соғылмағандықтан халық қысылып қымтырылмай өздерін еркін сезінді. Шектеусіз жүріп тұрды, айбынын да асыра білді. Отырардан батыс Тянь-Шань тау етегін жағалай Іле өзенінің ағысымен бәлкім Алакөлді жанап өтіп мүмкін Жоңғар қақпасымен өткен шығар. Жол бойында ерекше қайталанбайтын дүниелерді байқаған болар. Кейбір жері шындық, ал бір бөлігі күдікті. Есектің бойымен бірдей жуан құйрықты сүйкімді қойлардың еті майлы әрі дәмді. Мал адасып кетпес үшін әрқайсысына белгі соғылған. Иелерінің өз таңбасы бар. Сондай-ақ жылқы етін жейді, мерген аңшылар, еңбекқор, шыдамды, шығындары аз, бөтен жерді басқа патшалықтарды жаулап алуды шебер меңгерген, сондықтан көп сапарлайды. Мұның бәрі Марко есінде сақталып қалыпты. Жаумен шайқаста оңай берілмеген, жауынан қашуға арланбаған, қашып бара жатып бұрылып оқ жаудырған. Өздерінің тұлпарларын ит үйреткенде үйретіп қойған. Олар жылқының сүтін ішеді, оны ақ шарап секілді ішеді. Түсі ақ, сусын өте тәтті. Шемеуіз деп аталады. Әйелдер күйеуіне қажетті нәрсенің бәрін сатып алады.
Үйдегі шаруалардың бәрін тындырады. Еркектер еш нәрсеге алаңдамайды, тек жаумен соғысады және сұңқарды қолына қондырып, құстар мен аңдарды аулайды. Бөтен адамдар өмір салты басқаша, олардың сана сезімі өзгеше, түсінуге қиын. Олар да аман қалу үшін тырысып бақты, бәрін жазып отырды, әрқайсысына түсінік беруге тырысты. Жалпы екі әлемнің және екі әртүрлі сана сезімнің бетпе-бет келуі қызық. Двух миров и двух разных психологий. Екі әлемнің қақтығысуы бейбіт жолмен аяқталды. Сондай-ақ ойға жүйрік, айлакер әрі түрік тілінде сөйлеуді біршама меңгерген Марко Моңғол ханның көңілінен шықты. Билеушінің өкілі атанды. Мәселе туғызған істерді орындады. Жалпы ханға 17 жыл қызмет етті. Кейін жоғары мәртебеліден отанына қайтуға рұқсат алады. Туған жеріне қалай қайтқаны және қалай өмір сүргені беймәлім. Үшінші тарау. Шым-шытырық сансыз оқиғалар. Серениссимо Венеция ғизатты шахар мен Суперба Генуя асқақ қала арасындағы бәсекелестік бірнеше ғасырдан бері жалғасып келеді. Күні бүгінге дейін бір кейіпкер Марко Полоны бөлесе алмай келеді. Венециандықтар ол біздің жерімізде туған, ол бізде түрмеде отырған және ең атақты кітапты жазған дейді. Негізі екі тарапты атсалысты, екеуі де Азия байлығына шығу үшін шайқасты. 14 ғасырдың бірінші жартысында кезекті соғыс өрті тұтанды. Және соғыс барысында жолы болғыш генуялықтар тұтқындарды ұстап алды. Міне осылай түрме Марконың даңқын асырды, ал Марко біздің түрмені әлемге танытты. Біздің даламызды да мақтаудан жалыққан емес. Ол өзі көрген ханның есебі жоқ малын, бағалы тастарын суреттей отырып миллионны деген сөзді жиі қайталаған. Айтқаны өтірік болар деп жұрт кейін оған сенуден қалыпты. Қосып айтатын білетіндер оны Марко миллионны деп атап кетіпті. Неге қосып айтпасқа? Өйткені барлығын есінде қалғаны бойынша әңгімеледі. Өзің көрмеген соң кей жағдайда естігеніңе сенбейсің ғой. Қажет болған жағдайда сіздерге айтайын. Атқа қонады, 10 күн бойы нәр татпайды. От жақпайды, тек жылқының қанын ішіп жүре алады. Тұлпардың тамырын тесіп, соның қанын сорып ішеді. Оларда қамыр сияқты қою, құрғақ сүт те бар. Оны өзімен бірге алып жүріп, суға қосып ергенше араластыра береді. Сосын ішеді. Жалпы Марконың бұл өмірде болғаны, Моңғол ханның қол астында тұрғаны, оның Азия даласына барғаны. Бұл кітапты өзінің жазып шыққан туралы айтыс-тартыс күні бүгінге дейін басылмай келеді. Марко Полоның Азияда ешқашан болмағаны туралы нұсқа бар. Түрмеде Рустикелло отырған. Ол Генуядағы темір торға алаяқтығы үшін қамалған. Негізі ол жібек саудасымен айналысқан. Ал мына өмірде расында болған адам, сол кездегі танымал рыцарлық шығармаларды жазып қалдырған Рустикелло секілді. Кітабы қызық оқылып, тез сатылу үшін мұның бәрін оп-оңай ойдан құрастырып алуы да ықтимал. Сіздерге тағы мынадай жабайылық туралы айтайын. Бұл патшалықта шынымды айтып отырмын. Ұзындығы бір қарыс келетін қылсыз құйрықты адамдар бар. Ондайлар көп. Мұндай адамдар қалаларда емес, тауда тұрады. Олардың құйрықтары иттің құйрығы секілді жуан. Бұл аймақта жалғыз мүйіз бен басқа да төс тағысы аңдар мен құстар көп. Марконың өзімен бірге отанына алып барғанда жабайылық болды. Жиһангез еуропалықтарға балмұздақтың жасалу жолын алғаш алып барып, қағаз ақшалар, көмір, мұнай және басқа да заттар туралы айтып барған көрінеді. Итальяндық пастанада Марко Поло қазақ даласынан алып барған деген аңыз бар. Спагетти кеспе еті деген сөз. Марко Поло алып келген спагеттиден ұлттық тағам мәдениет пайда болды. Итальяндықтар өз өмірін спагеттисіз және пастасыз елестете алмайды ғой. Бүгінгі таңда Италияда жасалып жатқан пасталардың 3-тен бірі қазақстандық турун сортынан әзірленеді. Мұндай қатты бидай Италияда және тек бізде солтүстік Қазақстанда өседі. Түрмеде жазылған қолжазбаның түпнұсқасы сақталмапты. Сондай-ақ венециандықтың әңгімесі бірнеше рет көшіріліп жазылған. Қайта жазу кезінде әрқайсысы өз атынан қосып, Маркоға қатысты кейбір жайттарды қысқартса керек. Марконың өзі өлім төсегінде де мұның бәрін өзі жазғанын, бәрі шындық екенін айтып өтті.